Қайырлы күн, сіздермен номер 584 есепті бірге шығарайық. Бірінші есепте бізде айтады, амалды орында дейді. Яғни, бірінші біз шақшаның ішін орындап аламыз. Одан кейін барып, сыртындағы көбейткішті орындайтын боламыз. Ол үшін бірінші қосынды болғандықтан ортақ бөлім береміз. 4 пен 20-ға ортақ бөлім 20 болады. Сонда жақшаның ішінде 20, 5-ті 3-ке көбейтсек 15, қосылған 1, көбейтілген 2-ден 1 болады. Нәтижесінде жақшаның ішінен 20-дан 16 деген жай бөлшек шығады. Оны 2-ден 1-ге көбейтеміз. 16 мен 2 қысқарады, мұнда 1, мұнда 8. Сонда бізде жауап 20-дан 8. 4-ке қысқартуға болады, алдымен бөлімі 4-ке бөлінеді. Демек 8-ді 4-ке бөлсем 2, 20-ны 4-ке бөлсем 5. Жауабы 5-тен 2. Келесі екінші есеп дәл осыған ұқсайды, бірақ айырма түрінде жақшаның іші. Кеттік, ортақ бөлім 12 мен 3-ке 12 болады, 4-тен берім толықтауыш көбейткіш. Жақшаның ішін орындайын. 7 минус 4 болады, себебі 4-ті 1-ге көбейтсем 4. Бөлімі 12 болады. Көбейтілген 19-дан 16. Тең 12-ден 7-тен 4-ті азайтсам 3, көбейтілген 19-дан 16. 12 мен 16 4-ке бөлінеді. Екеуі де ең үлкен ортақ бөлгіші. 12-ні 4-ке бөлсек 3, 16-ны 4-ке бөлсек 4. Так, қалады. Алымында 3-ті 4-ке көбейтем 12, бөлімінде көбейтіп жіберейін. 19-ды 3-ке көбейтсек 57 болады. Екеуінде ортақ бөлгіші бар ма, қарастырып көреміз. Әрине бар, себебі 12 мен 57-ның ортақ бөлгіші 12, 3-ке бөлуге болады. 12-ні 3-ке бөлсек 4, 57-ні 3-ке бөлсек 19. Яғни 19-дан 4. Немесе сіздер мына жерден де қысқартып жіберсеңіздер болады. Мына мен құсап орындамай осы жерден. Мұны 3-пен, мұны 3-ті бөліп жіберсеңіздер де болады, екеуі 1 болады. Сонда тек қана екінші көбейткіш қана қалғалы тұр. Келесі үшінші есеп. Үшінші есеп бізде араласам түрінде берілген екен. Жақшаның іші. Бірінші жақшаның ішін орындап аламыз. Әрдайым. Ең бірінші жақшаның іші орындалады. Одан кейін сыртындағы санға көшеміз. Кеттік. Ортақ бөлім 5 пен 15-ке 15 болады. 3-тен берем. Сонда жақшаның ішінен 7 бүтін 15-тен 3 9 минус 2 бүтін 15-тен 4. Жеке-жеке амалды жеке-жеке көрсетсек те болады, дәл осылай орындап кетуге де болады. Бүтіннен бүтін азайтсам 5 бүтін болады. 15-тен 9-дан 4 алсақ 5. Мына жерде 5 пен 5-ті қысқартып жіберсек болады. 5-ке мұнда 3, мынада 1. Қазір себебін айтам. Сонда 5 бүтін 3-тен 1. Көбейту 32-ден 9. Не үшін бөліп тастадым мына жерде? Себебі менде бұрыс бөлшек айналдырғанда ойша тез есептеу үшін. Енді сонда 3, 3-ті 5-ке көбейтсем 15, алыммен 16 болады. 32-ден 9. Енді қысқартам, мынада 1, мынада 3. 16 мен 32, екеуі де 16-ға бөлінеді. Мұнда 2, мұнда 1. Сонда бізде 3 бөлінген 2, бұл дегеніміз 1 бүтін 2-ден 1 деген сөз. Келесі, төртінші есеп. Қосылғыш екен. 24-тен 11 қосу 6-тан 1
көбейту 1,5-тен 3. Кеттік. Ортақ бөлім 24 болады. 4-тен берем. Сонда бөлімі 24, алымы 1, 4, 4. Оған 11-ді қоссам 15 болады. Көбейтілген. Енді мұны аралас санда бұрыс бөлшекке айналдырам. Бөлімі қалады. 1-ді 5-ке көбейтем 5, алымын қосам 8. Сонда номинал қысқарады. 3. 24 пен 8 қысқарады 1, 3. Мына 3 пен мына 3-ті қысқарып тастауға болады. Сонда жауабы 1 болады. Келесі есепті мұнда шығарайын. 5-ші есеп осы жерін жалғастыра салайын. 5-ші есепте бізде қосылғыш ортақ бөлім 10-ға келеді. Мына жерге 5-тен берем, мына жерге 2-ден берем. Сонда 7 бүтіндерін қосам, бөлімі 10, 5-ті 1-ге көбейтсем 5, 3-ті 2-ге көбейтсем 6, 6-ға 5-ті қосып жіберем, сразу 11 болады. Көбейтілген 9-дан 5. 9, 5. Енді тең араласандар әрдайым бұрыс бөлшекке айналдырам. 70, 70-ке 11, 81 болады. Көбейтілген 9-дан 5. Қысқартуға болады. 9-ға бөлінетін көрініп тұр. Мұнда 9, номинал қысқартқанда 2, 1. Сонда жауап 2-ден 9 болады. 9-ды 2-ке бөлсек 4,7-ден 1 қалдық қалады. Келесі 7-ші есепті орындайын. Менде орын қалмай қалды, мұнда жасайын. 7-ші есеп басқа түспен жасам. 7 минус 2,16-дан 5. Көбейту 25-тен 4. Кеттік. 7 бүтін дегенді сразу айналдырып алайын. Бұрыс аралас санға. Сонда менде 6 бүтін болады. 1 бүтінді 16-дан 16 деп алам. Не үшін 16? Себебі менде азайтқышымыз 16 болып тұр бөлімі. Сол себепті ортақ бөлім бермес үшін бөліммен бірдей санға айналдырдым. Алым мен бөлімі тең болса, онда ол 1 бүтінге тең деген сөз. 16-дан 5 көбейту 25-тен 4. Енді 6-тан 2 бүтінді азайтсақ 4 бүтін. 16-дан 5-ті алсақ 11 бүтін болады. Көбейту 25-тен 25-тен 4 дұрыс. Енді мұнаны бұрыс бөлшекке айналдырам. Бірінші көбейткішті тең 16-дан бұл жерде бұрыс бөлшекке айналдыру үшін ең әуелі бүтін санды бөліміне көбейтіп аламыз. Сақталады. 16-ны 4-ке көбейтеміз. 64, оған 11-ді қосамыз. 75 болады. Көбейту 25-тен 4. Мұна мені қысқарады 4 болады. 75 пен 25-ді қысқартуға болады 1, 3, 25-ке. Сонда мұнда бөлімінде 4 қалды, алымында 3 қалды. Егер есеп түсінікті болса, лайк басып комментарий қалдыруыңызды сұраймын.